анемиясы бар адамдар жақын келіп отырыңыздар, сіздерге өте пайдалы сусын ұсынбақшымын. Ол үшін менің видеомды соңына дейін қараңыздар. Қанша күннен бері басым айналып, бүгін ғана адам болып орнымнан тұрдым, кухняға келсем, ыдыс жуылмаған, продуктілер жайғастырылмаған. Сосын продуктілерімді жайғастырып алдым да сусын дайындауға кірістім. Ол үшін алма, қызылша, нават и мейіз керек болады бізге. Осылай майдалап тура баластар да қазанға кезек-кезегімен салып, мейіз салдым. Сосын артынан осындай нават салдым. И өздеріңіз дәміне қарай қосасыздар ғой. Суын қойып 20 минутқа қайнаттым. Осылай әдемі күшті сусын болады қыздар. Бұны анемиясы барлар, екіқабат әйелдер барлығы ішсе болады. Сақтап алып ең жақын деген адамдарыңызға және де анемиямен қиналып жүрген адамдарға жіберсеңіздер болады. Әрі бұны тек анемия ғана емес, осылай салқындатып жаздың күні сусын ретінде де ішсеңіздер өте пайдалы сусын. Рахмет.